Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз 7-ші сыныптар үшін 3-ші тоқсандағы номер 2-ші химиялық элементтердің периодтық кестесі және салыстырмалы атомдық масса қарапайым формула бөлімдері бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдайтын боламыз. Олай болса, тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма: Дебюринер, Ньюленс, Менделеев, Берцелиус химиялық элементтерді жіктеудің түрлі принциптерін ұсынды. Олардың тұжырымдамалары мен химиялық элементтерді жіктеуге негіз болды. Периодтық жүйені зерттеген ғалымдар мен олардың ұсынған тұжырымдамаларын сәтті және сәтсіз жақтарын ескеріп сәйкестендіріңіз. Бізде мына жерде ғалымдар және тұжырымдамалар берілген. Так, Берцелиус. Берцелиус бізде химиялық элементтер, олардан түзілетін жай заттар қасиеттеріне сәйкес металдар мен бейметалдарға жіктелінеді, және заттардың қасиеттеріне сәйкес бейметалдарға жіктеді. Оның қателігі элементтер олардың түзілетін жай заттар қасиеттеріне қарай екідайлы бола алады деді. Яғни мына жердегі бірдің жауабы В болады. Бір В. Мына жерге жаза берейін. Астында да мына жерге жазатын жер бар. Бір В. Келесі Дебюринер. Дебюринер бізде химиялық әр триада екі жағындағы элементтердің атомдық массаларының арифметикалық ортасы ортаңғы элементтің атомдық массасына тең болады деді. Яғни оның артықшылығы химиялық элементтің қасиетін атомдық массаларымен байланыстырды. Бірақ оның кемшілігі триаданы іздеумен шектелді және кесте бойынша 5 триада ғана анықталды. Сонда Дебюринер 2-нің жауабы ол бізде Д екен. Үшінші Ньюленс. Ньюленс бізде бір топ мүшелері бір-бірімен музыкадағы октавалардың шеткі нүктелері сияқты қатынаста болады деді. Ең алғашқы болып элементтердің атомдық массаларын өсу ретімен орналастырып, кері әсері, яғни әр периодта 7 топ жасаумен шектелді. Сонда мына жерде Д. Үшінші С. Астына да жазып қойайық. Енді бізде Менделеев. Менделеев химиялық элементтердің және олар түзетін жай және күрделі заттардың қасиеттерін, олардың атомдық массаларын периодты түрде тәуелді екенін тұжырымдады. Сәтті жағы элементтердің қасиеттері мен атомдық массалар арасындағы заңдылықты тұжырымдады. Кемшілігі кейбір элементтердің атомдық массалары өсу ретімен қойылмады. Яғни бұл жерде А болады. Бұл жерге 4 А деп қоямыз. Келесі тапсырма: сызбадағы бос орынды қажетті сөздермен толықтыр. Мына жерде элементтердің горизонтальдық қатары период деп аталады. Период кіші және үлкен. Мына жерде кішіге 1 мен 3-ші период аралығында жатады, үлкен периодқа 4-ші және 5-ші. Келесі тапсырма: бірінші топтың қосымша топшасында орналасқан кез келген бір элементтің таңбасын жазыңыз. Мыс таңбасы оқылуы купрум. Келесі тапсырма: нөмір 10, нөмір 19, нөмір 35 химиялық элементтің атауы берілген топтар бойынша жіктеп қойыңыз. Так, бізде 10-шы элемент неон, ол инертті газ, неон. 19-шы элемент бізде калий, ол сілтілік металл. 35-ші элемент бром, ол бізде
галогенге жатады. Келесі тапсырма. Күмістің табиғатта тұрақты екі изотопы бар. Изотоптар қоспасы түрінде кездесетін күміс атомның орташа салыстырмалы атомдық массасын есептеңіз. Так, АР күміс, арген тумдығын тауып жатырмыз біз. Мынау 56-та 59-ды 100-ге бөліп жібереміз. Сонда бізде 0,56-дан 59-ды көбейтеміз 107-ге. 107 қосамыз. 43-те 41-ді 100-ге бөлеміз. 0,10-мыңнан 44.341 болады. Көбейтеміз 109-ға. Сонда бізде 107,88,682 шығады. Келесі тапсырма. Валенттіліктерге сәйкес бинарлы қосылыстардың формуласын құрастырыңыз. Бор 3 валентті, оттек 2 валентті. Яғни бізде осы жерде 2 вариант бар. Яғни X әдісі бойынша қоя салу. Наныкін былай, наныкін былай. Немесе екеуін ортақ еселікке. 3 пен 2-нің ортақ несі 6. 6-ны бөлеміз 3-ке 2. 6-ны бөлеміз 2-ке 3. Осылай да істесеңіздер болады. Келесі SO. SO мына жерде 6 және 2. Көбейтсеңіздер де болады. 14. 14-ті бөліп жаңағы. Бірақ бұл жерде біреуі тақ, біреуі жұп болып тұр. Онда мен бөлу өзім оқушыларым осылай үйретем. Яғни мына екеуі де жұп болса, 6-ны 2-ге бөлесте, сонда 3 болады. SO3. Келесі тапсырма. Әктас 1 атом кальций, 1 атом көміртек және 3 атом оттектен тұрады. Кальций CO3. Әктастың химиялық формуласын құрастырып, салыстырмалы молекулалық массасын есептейміз. Mr кальций CO3 тең болады. Кальцийдікі 40, қосу 12, көміртектікі 12. Енді оттектікі 16, бірақ қасында 3 бар. 40 қосу 12, қосу 12. Қосу 48, 100 болады. Осымен біздің талдауымыз аяқталды. Сұрақтар болса комментарий бөліміне өтіп жаза кетіңіздер. Міндетті түрде оқып жауап беретін боламын.